Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге өте оңай әрі жеңіл жасалынатын, майонезбен жасалынатын салаттың рецептін ұсынатын боламын. Оны жасау үшін бізге қияр қажет. Қиярды жақсылап жуып тазалап аламыз да. Енді оны осылай ұзынша етіп турап, ары қарай біз оны 4 бұрышты кубик ретінде қылып турап шығатын боламыз. Қатты майда ірі қылып жібермей, орташа қылып турайтын боламыз. Осындай қылып, енді қалған қиярларымыздың барлығын 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Енді туралынған қиярды бөлек ыдысымызға саламыз. Енді келесі кезекте біз қызанағымызды тураймыз. Ортасындағы қажет емес жерін алып тастап, одан кейін қызанақты да қиярға ұқсатып 4 бұрышты қылып турайтын боламыз. Яғни осы салатқа қосылатын көкөністердің барлығын 4 бұрышты қылып тураймыз. Сол кезде ол барлығы бірдей болса, әдемі болып көрінеді. Енді оған консервный кукурузымызды қосатын боламыз. Енді мына жерде менде қазір қайнатылған жұмыртқаны бұны да 4 бұрышты қылып турайтын боламыз. Жұмыртқаны ең алдымен қайнатып алып, одан кейін оны да піскен жұмыртқаны осылай тураймыз. Енді жұмыртқаны да салатымызға қосамыз. Енді ары қарай біз қытырлақнан сухаримізді қосатын боламыз. Қосып болған соң, енді ең соңғы қосатын сатымыз бұл бізде майонез қосатын боламыз. Барлығын араластыру үшін майонезімізді қосамыз. Майонез қосып болған соң, енді барлығын араластырамыз. Егер де қажет болып жатса, бұған тағы да тұз қосып жіберсеңіздер болады. Дәмі одан сайын жақсы болып кіру үшін тұзымызды қосып, одан кейін майонезімізді қосамыз. Сонымен салат дайын болып шығады. Жақсылап майонезді қажет мөлшерден қосып, араластырамыз. Сонымен біздегі салат дайын. Осындай болып шығады, өте дәмді әрі керемет болып шығады. Салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі бұдан да өте керемет жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жібек. Келесі кездескенше.